Біздің жас достарымыз, мына менің қолымда тұрған Балдырған журналын білмейтін қазақ баласы жоқ. Балдырған журналының биыл шыға бастағанына 63 жыл толып отыр. Осы 63 жыл бойы қазақ балаларының рухани досы, сырласып өкіле жатқан Балдырғанды қазірде қазақ балалары алып оқуға тиіс. Неге десеңіз, бұл біздің республикамыздағы бірден-бір мемлекеттік балаларға арналған әдеби журнал. Бұл журналдың ішінде мына қазақ балалар әдебиетінің барлық жанрлары бар. Бұның үшін әңгімені де табасыз, жұмбақты да табасыз, жаңылтпашты да табасыз, ертегінде табасыз, ұлттық ойындарды да табасыз, басқа да балалардың есеп, қисап ойындарын таба аласыздар. Сондықтан балалар өздерің осы Балдырған журналын оқып өссіңдер, үлкен азамат, зейінді, білімді, талапты, үлкен азамат болып өсесіңдер. Сондықтан Балдырған журналы сендердің достарың болсын. Балдырған журналмен достасыңдар, айналайындар, аман болыңдар.